Тиратыр. Мынау Айгүл серіктікі ғой. Апа, несі комедия, неге Серік пен Айгүлдің тойын қайта-қайта көрсетіп, басқа киноларыңыз тұр ғой? Бұның ішінде бәрі бар. Не бар бұның ішінде? Комедияда бар, мелодрамада бар, жылайсың, күлесің жаңағы. Несі комедия бұның? Келіннің бет ашары білмей ма? Бет ашқанда 1000 адамды жазып қойып, 500 ба 1000 адам жазып қойған. Келіннің бетіне орамалдың үстіне шапанның үстіне кілем жайып қойып. Содан жаңағы келіннің бетін ашайық деп, келіннің бетін кілемді алып, шапанды алып, орамалды алып, ашып қалса, келіннің бет аузындағы краскісінің бәрі көзі, ерні мына жағына ағып кетті құрғырдың. Елдің бәрі қыран, төпан күліп. Жоқ, күліп атырған жоқ, апа. Ішек сілен қатты күліп атсың. Мен мына келінге күліп атырғаным ғой, апа. Жақсы, апа, қойыңызшы, мына киноңызды алмай қойын, басқа кино көрейікші, басқа кино. Серік пен Айгүлдің тойын мына жерге қойып қойыңызшы ма жетіпті? Жоқ, бұда, сен алмай. Апа, анау Уәлибек алмай. Мына келін демекші. Келін деген не кино? Келін деген не кино? Білмеймін, жаңағы бала ешкі туралы деді ма бір жаңада? Не туралы? Ешкі! Жоқ, апа, ешкі туралы керек жоқ. Ешкі туралы деді ма? Ана 20-12 деген не кино? Мынау ма? Сағат қой, ол не қыласың? Сағат. 8-ден 12 кетті деген. Сағатыңыз тоқтап қалыпты, апа. Бағана тоқтап қалған. Апа, жақсы, сізде ана соңғы мына Мейрамбек Беспаев ойнаған Жаралы жүрек пе? Қалай еді? Ғашық жүрек деген кино бар ма? Ғашық жүрек. Ғашық жүрек деген Мейрамбек Беспаев. Ғашық жүрек деген жоқ, мына шаншыған жүрек деген бар, Айгүл мен Серіктің тойында. Апа, немене? Шаншыған жүрек, несі шаншыған бұл? Шаншыған, жаңа екі құда бір-бірімен тібіспелеп, ойыбай, қыздың жаңа әкесі. Жүрегі шаншып, құлап, скорый келіп, алып кетіп, масқарам шыққан. Шаншыған жүрек осы. Апа, қойшы, бұл керек емес, дискіңізде керек жоқ, шыққанда ештеңіңізде керек жоқ. Лейтенант Баяндин. Ойбай, бисмилла. Дисктігін сатып тұр. Дискті кім сатып тұр? Ана күнде қаншадан? Мына ол жақсы бір балдар айтып еді. Не айтып тұрсыз, апа? Дисктігін сатып тұр деймін. Апам сатып тұр. Апа, сіз ба сатып тұрған? Қой, жалаң жаппай айналайын, мынау. Айналайын айтсаңдаршы, қайсың деп? Апа, сіз ғой сатып тұрған, менен. Мынау... Ел көріп отырған мен әже. Кім сатып тұр мынаны? Апа, қайда кеттіңіз? Енді анау, үлкен кісі сатпайды шығар, дейсіз, сен сатып тұрған шығарсың, қасында тұрсың ғой. Айналайын, смокинг киіп, аппақ смокингпен десіз сатып тұрған кімді көріп, пиратский. Сендер мына жұрттың қаншама еңбегін 5 минутта көшіріп, сатып, уже смокинг киетін жағдайға жетіп қалған екенсіңдер ғой. Жоқ, мен сатып тұрған, мен әжеті концерт жүргізіп тұрмын, апам сатып отырған. Сен сатып тұрған? Мен емес деймін сатып тұрған. Қандай кино бар енді? Бір көретін, бір үйге барып, бір көретін кино бар ма? Бір мелодрама бар ма? Бір мелодрама болғанда не ғой андай? Не? Қайсысы мелодрама? Көрсетші бір әйел, мен семьямызбен көріп отырайық. Бұның жерден Серік пен Айгүлдің тойы бар. Серік пен Айгүлдің тойы? Ішінде мелодрама. Ол нағына маған мелодрама берші. Міне мелодрама ғой, ана біреу сиыр берген, түйе берген, нағаш жылаған. Қайда біреудің тойы, маған бір жақсы бір боевик берші, атысып соғысатын ба бір. Соны Серік пен Айгүлдің тойының ішінде... Айналайын, сен мен мазақ қылайын деп тұрсың ба? Білесің ба кім екенімді менің? Мен сіздің кім екеніңізді біліп тұрмын, мен емес қой сатып тұрған, апамыз сатып тұрған. Енді дұрыстап жауап бермейсің ба маған? Енді не деймін, мен кім емес, сосын айтып тұрғаным ғой. Бар ма бір комедия бар ма, көңіл түсірмейік бір көретін? Серік пен Айгүлдің тойы бар да, соның ішінде комедия бар екен. Айналайын, жақсы қойшы мынаны. Мынау не? Келін деген қандай кино? Бұл енді бір андай не, мүйізі бар туралы дейді. Мүйізі бар туралы дейді. Айтсайшы, қандай кино енді? Келін деген қандай кино сұрап тұрмын ғой, не болды сендерге бәрің? Сатып тұрасың кеп сұрасаң үндемей қаласыңдар. Сиыр туралы. Сиыр? Сиыр нағып жүр оның ішінде. Просто ешкіге ұқсайды да. Жоқ, ана ішінде қалжыңдап отырған бұл. Апа,
Апа, сіз ба сатып тұрған? Айтыңызшы, мұла мен емеспін. Апа, сіз қосатып тұрған айтсаңызшы, үлкен басыңыз. Мен. Сіз ба? Енді апа, ақа, енді сіз менен қорықпаңыз. Мен жаңағы ешқандай айыппұл жазбаймын. Бүгін енді мереке болып жатыр. Көңіліңізді түсірмейін. Маған бір жақсы фильм беріңіз, кино беріңіз. Бәрін беріңіз. Енді жаңағы кім? Айгүл мен Серік пен Айгүлдің тойын үйіңе бар. Айналайын. Жақсы, рахмет. Алдарыңызда Медет Шайкелов, шапалақ қошеметтеріңізбен қарсы алыңыздар. Әже Медет келіңіз. Dostlarımda sağınlar, kötülü göz gösterdim. Artık sıralar ömür, nedir de özlep geldim. Tanısan dostamay, önüme kotalar. Bile bile dostlar tağıda, şatıtılar benim canıma. Ömürde senin elin basadım, benim dostlarım. Bile bile dostlar tağıda, evligen elin sazında. Ömürde senin elin basadım, benim dostlarım. Жалғайыз достық көшін, тілегім сол жаратқан, достыққа дақ түспесін, танысаң достымай. Әліме Ерболат Төлегенов. Ал жігіттер, кетпеңіздер. Сахна төрінде қалуларыңызды сұраймыз. Қазір көрерменнің қошеметін көрейік. Көмен біздің бақылаушылар. Уәли аға. Біздің Көбен аға не қоятын болдық? 100. Бәрекелді. 100 ұпай. Сонымен бізде қазір 3 жұп бірдей 100 ұпайға иеленіп тұр. Соңында өздеріңіз тағы да олардың арасынан бағаларыңызды бере жатарсыздар. Бүгінгі жалпы осы. Жүрі. Неге үйдіп алғансыздар? Ермей драмтеатрға барып келдік. Не мынау? Сахна киімі. Батырмын. Анау не қасыңдағы? Жылқы. Мынандай да жылқы болады екен ғой. Осындай жылқылар шықты қазір. Қызыл жылқы. Жайна, сен батырсың. Батыр. Анау жылқы.
Сендей батыр ана жылқыға мінсе жылқының негізі қалады. Ауыспадыңдар ма? Анау батыр болсын, сен жылқы бол. Қызықсыз еді Тұрсынбек. Не? Мынандай батыр болса, қазақтар қашан ұтылып қалар еді ғой бәрінен. Жүзіпбай. Сонымен бізде қазір 3 жұп бірдей Жүзіпбайға иеленіп тұр. Соңында өздеріңіз тағы да олардың арасынан бағаларыңызды бере жатарсыздар. Бүгінгі жалпы осы. Жүрі. Не кейдіп алғансыздар? Ермей драма театрға барып келдік. Не мынау? Сахна кима, батырмын. Анау не қасыңдағы? Жылқы. Мынандай да жылқы болады екен ғой. Осындай жылқылар шықты қазір, қызыл жылқы. Жайлаң, сен батырсың. Батыр. Анау жылқы. Сендей батыр ана жылқыға мінсе жылқының негізі қалады. Ауыспадыңдар ма? Анау батыр болсын, сен жылқы бол. Қызықсыз еді Тұрсынбек. Не? Мынандай батыр болса, қазақтар қашан ұтылып қалар еді ғой бәрінен. Батыр деген мен сияқты дәу болған осындай. Спокойно. Батыр сен секілді дәу болғанда ол батырлардың да аты өздеріне лайық болған ғой. Ешектің киімін таппадық, не істейміз енді? Ешек беген батыр қайдан көрдің сен? Болмай ма не ондай? Болмайды мына киімдерің. Болмай ма? Болмайды де. Бір костюм шалбар бар ма сендерде? Не қылып жүр? Түс, адамша киім келейік. Айттым саған, болмайды деп. Жылқы деп қоймайды.